Мен нөмірі 4-ші мектеп лицейінің 10-шы А сынып оқушысы Асқар қызы Аяна. Менің отбасым мен үшін ең үлкен мектеп. Біздің отбасымызда әртүрлі мамандық иелері бар. Әр мамандық адал еңбек пен жауапкершіліктің белгісі. Бүгін мен сіздерге өз отбасымдағы мамандықтар туралы айтып бергім келеді. Атам бұрын мал шаруашылығымен айналысқан, өмірінде көп еңбек еткен жандар. Қазіргі таңда олар зейнеткер. Атам мен әжем бізге еңбектің қадірін, үлкендерге құрмет көрсетуді үйретеді. Отбасымыздағы еңбек дәстүрі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Мен әкем шаштараз, сонымен қатар жеке кәсіпкер. Ол күн сайын өз жұмысын жауапкершілікпен атқарады. Әкем маған еңбек сүйгіштік пен тәртіпті үйретеді. Оның айтуынша, кез келген жұмыс адал жасалса қадірлі. Менің анам педагог ұйымдастырушы. Анам өз ісін үлкен мейіріммен атқарады. Ол маған сабырлы болуды, адамға көмектесуді үйретеді. Анамның еңбегі біздің отбасының берекесі. Отбасымдағы әр мамандық маған үлкен тәрбие береді. Мен жауапкершілікті, еңбекқор болуды және өз ісімді сүюді үйрендім. Болашақта мен де өз мамандығымды адал атқаратын адам болғым келеді. Менің ойымша, кез келген мамандық маңызды. Ең бастысы оны жүрекпен адал атқару. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын.